Қазақстан азаматтары өздерін мынадай 3 жағдайда банкрот деп жариялай алады. Банкрот деп танылған азаматтар 5 жылға дейін кредит ала алмайды. Сондай-ақ борышкердің кепілдікте тұрған жалғыз баспанасын кредиторлар алып қоюға құқылы. Бүгін мәжіліс қабырғасында жеке тұлғаларды банкрот деп тану туралы заң жобасы қызу талқыланды. Тіпті кейбір нормалармен келіспеген депутаттар өзгерістер енгізу керек деп заңды екінші оқылымға қалдырды. Қазақстан азаматтары өздерін 3 жағдайда банкрот деп тани алады. Алдымен соттан тыс банкроттық. Оған банктер, микроқаржылық ұйымдар мен коллекторлар алдындағы қарызы 4 миллион 900 мың теңгеден аспаған азаматтар өтініш бере алады. Және ресми кірісі жоқ немесе 36 мың 18 теңге табыс табатын тұрғындар кіреді. Бір айта кетерлігі, бұл санаттағы борышкерлердің ешқандай мүлкі болмауы керек. Министрдің сөзінше, азаматтарды банкрот деп танымас бұрын борышкерге қатысты барлық деректер жан-жақты тексеріледі. Ал қарызы 4 миллион 900 мың теңгеден асатын азаматтар сот банкроттығына жүгіне алады. Және бұл борышкердің баспанасы банкте кепілдікте болса, онда кредиторлар мүлікті алып қоюға құқылы. Үй сатылымға шығарылып түскен қаржы қарыздарды өтеуге жұмсалады. Егер борышкердің баспанасы кепілдікте болмаса, кредиторлар оны талап ете алмайды, деді министр. Үшіншісі, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Егер борышкердің тұрақты табысы бола тұра қарызын өте алмаса, онда сот арқылы қарызды бөліп төлеу мүмкіндігіне ие бола алады. Бұл процедураның бір артықшылығы, борышкер банкрот деп танылмайды. Одан бөлек министр банкроттықтың өзіндік шектеулері де бар дейді. Біріншіден, бұл 5 жылға несиелер мен кредиттер алуды шектеу көзделген заңда. Екіншіден, азаматтар 7 жылдан кейін ғана қайта банкроттыққа жүгіне алады. Үшіншіден, банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде банкроттық қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу көзделеді. Сол себептен азаматтар өзін банкрот деп жариялаудан бұрын ықтимал салдары мен оның тиімсіз жақтарын шектеулер туралы барынша ойлануы қажет дейді.